адамдар мынандай қателік жасап жатыр. Осы жерде мұқият түсінуге емес сезінуге тырысыңдаршы, Құдайға жақындаңдар. Құдайды бір жерден іздеудің қажеті жоқ. Ол сендердің іштеріңде. Ол кітапта да емес, ол мешітте де емес, храмда да емес, қандай да бір дінде де емес. Ол бірінші ой шығады. Сен қазір байқадың ғой, мен жаным не қалап тұрғанын да білмеймін дейді. Вообще өмірге деген өмірдің бір мағынасы жоғалып кеткендей болды уже. Вот маска киіп жүру неге алып келеді? Бірінші этаптың ішінде 3 волна болады. Бұл бірінші волнасы. Менмін деп келдің да осы уақытқа дейін қарызға кіре бастайды. Қарызбен жоға бастайды. Ақша да уже семья, ештеме қызық емес, уже адам уже болды. Мен мысалы емдемеймін, мен ойлайды да, сіз емдейсіз ба? Емші емеспін. Бұл стресстердің бәрі, бұл жағдайлардың бәрі адамды сындыру үшін емес. Мен айтып отырамын. Мен ойымды көріп тұрсам, мен ой емеспін. Қарызға қатты кіріп кетті қазір. Өзіңе сұрақ қой, осыны көпшілік біліп қойса не болады еді? Бұл менмін деп жүрген. Сен білесің ба, мен кім екенімді деп жүретін да? Оймен диалог деген практика бар менде. Көзің жұм да. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Ал Елбол мырза, біздің бүгінгі кезекті подкастымызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Енді біздің оқырмандардың көпшіліктің сұрауы бойынша осы ояну жолының этаптарын тереңнен ашып өтсек бүгінгі подкастта. Адам оянуға не үшін келеді, оның қандай да бір айқын белгілері бар ма, және ол қандай этаптардан тұрады, сол туралы бүгін айтып өтсек. Өте жақсы тақырып. Этаптардан тұрады, ояну да этаптардан тұрады, просветление да этаптардан тұрады. Бірақ бұған келмей жатып бір нәрсені оғып алу керек та көп адамдар. Қазір көп адамдар ретритқа маған келген кезде олар өздерінің жеке тұлғалықтарын, личностарын жоғалтудың орнына соны оятып алғысы келеді. Эгосына тағы бір супер прокачанный маска киіп алғысы келеді. Ояну деген масканы шешу. Сол маскадан негізі шаршап кеткен әлі түсінбей жатыр адамдар. Мені түсіне алмайсыңдар, мені сезіну керек деп айтып жатырмын ғой. Қазір келесі масканы киесің. Ол да бір мен сынап айтып атқан жоқпын, там киме ол масканы үйтпе деп. Ол келесі ойынға кетіп қалдым да тағы. Тағы шаршайсың, ертең тағы страданияға түсесің, тағы күйзеліске түсесің. Қазір сен түсіндіре алмай жатсың, не үшін күйзеліске түсіп жатсың, страдать етіп жатсың. Осы масканы көтере алмай жатыр ішіңдегі жан. Тыңдаш. Қазір бізді көріп отырған адамдар тыңдасын. Кім оянғысы келіп жатыр деген сұрақ қойсыншы ішіне. Кім оянғысы келіп жатыр? Сенің эгоң ба, немесе сенің жаның ба ішіндегі үйге қайтқысы келіп жатқан? Сезіну керек те осыны. Егер шынымен жаның қиналып кететін болса, маскаңды шеш деймін. Болды. Иллюзиядан шық, сен қандай адамсың, сондайсың, болды. Соны қабылда. Өмір деген сен жаққа қарай бет бұрады. Болды. Сен бет бұрғың керексің. Сен қазір теріс қарап алдың өмірге. Артпен тұрсын. Сен оған қарайсың, ол саған қарайды. Ол саған маскаңды шешкен кезде қарайды. Вот. Маска демекші, қазір өзіңе сұрақ қой. Мен осы өмірді қаншалықты шынайы өмір сүріп жатырмын, өзімді алдамай. Или өзімді алдап жүрмін ба деген сұрақ қойсын. Мен қазір байқап жүрмін да, көп адамдар осы масканы кием деп, иллюзияда өмір сүрем деп, шын болмысын ұмытып қалған уже. Білмейді, не қалайтынын да білмейді. Не жақсы көретінін де білмейді. Сұраймын, не жақсы көресің, не қалайсың десем, білмеймін дейді. Осы рөлге сіңіп кеткен да, шын болмысын ұмытып кетті. Қандай жұмыс жақсы көретінін де білмейді. Мен жаным не қалап тұрғанын да білмеймін дейді. Осы оянудың бастапқы этаптары,
міне этап сурап жатсың ғой. Иә. Бастапқы этаптары. Өзінің жанының тыныштығын таба алмайды ол. Мен не қалаймын, маған ештеме ұнамайды. Бір адамдармен сөйлесейін десең, уже бұрын сөйлесуші едің, қазір сөйлесуден де қалдың уже. Бір орталарға барушы едің, о жерде де қызық емес саған уже. Кино көруші едің, ол да қызық емес. Вообще өмірге деген өмірдің бір мағынасы жоғалып кеткендей болды уже. Вот маска киіп жүру неге алып келеді сені? Ол бірінші этап. Бірінші этаптың ішінде 3 волна болады. Бұл бірінші волнасы. Екінші волна сен эго құрастырған нәрселердің бәрі сенің өміріңнен құлай бастайды, кете бастайды. Екінші волнасында. Мысалы, ол ақша болуы мүмкін, сен эгоң құрастырды осы өмірде. Бизнес болсын, үй, бәрін алып алсын, контейнер, базар, магазин. Менмін деп келдің да осы уақытқа дейін. И бір уақытта оның бәрі жоғала бастайды. Сен түсіндіре алмайсың, не болып кетті өзі дейсің. Соған жабыса бастайды эго. Құтқарғысы келеді, жоқ болмайды. Қарызға кіре бастайды. Қарызбен жоға бастайды. Жалпы айтқан кезде екінші волнада, этапта эго құрастырған материалдық нәрселердің бәрі сен өміріңнен кете бастайды. Бұл сен сындыру емес, бұл тазару. Негізі. Сенің жолыңды тазартып жатыр, ағартып жатыр. Жабыспа деп жатыр саған. Болды ғой дейді. Осы екінші волнада тағы денсаулықпен күрес болуы мүмкін сенде. Бір аурулар, бәрін істеп келатсың, менмін деп келдің көкірек болып. Мен басымнан өтті. Мен 3 волнаны да көтергем негізі. Денсаулықта да, материалдықта и отношения. Денсаулық демекші, бұл жерде нормально жүрген кезде бір аяқ астынан естисің. Жота мына жерің дұрыс емес деген анализ келеді денең бір жерінен. И өзіңе өзің жауап бере алмайсың, қалай мен нормально келдім ғой деп. Не үшін мен ауырып қалдым деп. Ал ауырған адамда білесің уже. Бірақ проблема о жерде. Денсаулық проблемасы ғана ғой? Иә, болды уже басқа. Ақша да, уже семья, ештеме қызық емес, уже адам уже болды. Ойлайды, енді не істеймін деп. Қалай болады? Алла есіне түсе бастайды. Енді оянғанда көп адамдар өзінің денесі негізі, құдіреті мықты негізі оянса, адам өзі емдеп алады. Өзін-өзі, мына организм. Араласпайтын болсаң сен оған. Мощный жаратылыс қой. Реттеп алады өзін. Жинап алады. Оянған адам ашық болады. Оянған адам 10 жылға железін жасарады. Уже байқайсың. Потому что напряжение жоқ ода. Ештемеге жабыспайды ол. Бар ма? Бар. Жоқ па? Жоқ. Бірдей қабылдайды. Бұл этаптарды мен бөлек үші тоқтап кетем әлі. Сол үшін қазір, егер бір денсаулықпен проблема болып жатса, оянып алыңдар. Мен мысалы емдемеймін, мен ойлайды да, сіз емдейсіз ба? Мен емші емеспін. Мен проводник, иллюзиядан шығарушы проводникпін. Көп проводниктер болады қазір. Ясновидящий, потом целительный проводниктер бар мысалы. Ал мен ондай ешқайсысына жатпай, мен иллюзиядан шығарам. Мен ақиқатты айтам болды. Ақиқат адамдарға ұнамайды, мен білем. Эгоға ұнамайды, адамдарға емес. Эгоға ұнамайды. Өткені эго өз ақиқат болғысы келеді. Ол ақиқатты естігісі келмейді. Сол үшін, егер денсаулықпен бір проблемалар болса, Құдайға жақындаңдар. Құдайды бір жерден іздеудің қажет жоқ. Ол сендердің іштеріңде. Ол кітапта да емес.
Ол мешітте де емес, храмда да емес, аспанда да емес. Таба алмайсыңдар ол жерден Құдайды. Қандай да бір дінде де емес ол. Ол сендердің іштерінде. Сендер өзі оның бір бөлігісіңдер. Негізі. Мен ана жолы айттым ғой. Сен соның ішіндесің деп. Көбісі ойлап отыр ғой. Біз соның біздің ішімізде Құдай деп. Негізі біз соның ішіндеміз. Оны қазір мен түсіндіретін болсам, кетеміз қазір. Жалпы уақыт келер, адам өз сезе бастайды оны. Осы кеңістікті біз жүрген. И келесі бұл әрине отношение, қарым-қатынас. Семья болуы мүмкін, сен жақсы көретін адам болуы мүмкін, серіктес болуы мүмкін. Басқа да бір сен қатты сенім артқан адамдар болуы мүмкін. Солар кетіп қалады. Сен түсіндіре алмайсың, қалай ол өмір бақи бірге боламыз деп едік қой деген сияқты. Ол да қатты стресске түсіреді негізі адамды. Қайталап айтайын, бұл стресстердің бәрі, бұл жағдайлардың бәрі адамды сындыру үшін емес. Осыны түсіну керек, сезіну керек, түсіндіре алмайсың. Адам өткен ойлап отыруы мүмкін, қазір басын ұстап. Мені сынап жатыр. Мені бірдемеге наказать етті деп. Жазалап жатыр мені деп. Ешкім жазалап жатқан жоқ, жандарым. Ешкімді жазаламайды. Адам өз-өзін жазалайды. Сені тек тазартып жатыр. Сенің осы уақытқа дейін эгоң құрастырған нәрселердің бәрін сен өміріңнен алып тастап жатыр. Болды. Енді Елеке, осы жерде мынаны қараңыз, жаңа айтып жатсыз ғой, кімнің оянғысы келіп жатыр деп. Одан маска, иллюзия деп жатырмыз. Адамдар қалай ажыратады, кімнің оянғысы келіп жатқаны? Әлбетте ол жерде эго жауап береді ғой, мен деп. Ал біз адамдар оянғысы келген кезде жанның оянғысы келіп жатқанын қалай сезеді? Ол бірінші сұрақ. Екінші сұрақта, мысалға, жаңағы маскадан, иллюзиядан шығу дейсіз. Мен сонда өзімнің қандай маска киіп жүргенімді, немесе бір қандай да өзімнің өміріме бір белгілі бір иллюзия құрып алғанымды, соның бәрін мен қалай білетін боламын? Осы этаптарда жаңағы бірінші волнасы деп жатсыз ғой. Сол жерде мен осы бір маска киіп алғанымды, немесе бір иллюзияда жүргенімді, бір нәрсе менің эгомның құрастырып қойғанын қалай біле аламын сонда мен? Оны білу қиын емес. Бір видео түсіріп Инстаграмға салшы. Не туралы түсіріп Инстаграмға салу керек? Білмеймін, өзің жақсы көретін, өзіңнің пікіріңді айтып салып көрші. Или қазір алда Телеграм канал ашта, 10 күн бойы осы практиканы жасашы, күнде өзің түсір, өзің жақсы көрген нәрселеріңмен бөлісіп, сол жерге салып отыр. Осы практиканы берген кезде көп адамдар негізі өзінің маскасын көреді. Өзіңе өзің отчет беру практикасы ғой? Өзіңе өзің қазір сал, өзіңе жақсы көретін нәрселерді жайлап айта баста, сөйтіп өзің каналыңа сала бер. И өзіңе сұрақ қой, осыны көпшілік біліп қойса не болатын еді деп. Сол кезде өзің маскаңды көресің. Бұл жерде эгоның қорқынышы ғой. Анау не дейді екен? Анаған жақсы көрінуің керекпін. Мен мынандай болуым керекпін деп эгосы ішінде айтып отырады ғой енді. Осының бәрі маска не ол? Ояну деген ең бірінші, мен сіздерге айтайын, маскадан шешу дегенді осыны түсінбей жатыр да көп адамдар. Ояну деген бұл сенің ішкі дүниең мен сыртқы дүниеңнің теңесуі. Бірдейсің сен. Екі жүзділік емес, сен там көпшіліктің алдында бұлай сөйлеп жүрсің да, үйіңде басқа адамсың. Шынайы бол деймін мен. Шынайы қандайсың сен? Екі жақта да бол. Ішкі дүниеңде, сыртқы дүниеңде. Осыны ояну дейді. Сол үшін ғой ретритке киген кезде маска кие алмайды адам уже. Мына поляға түседі ғой. Менің өрісіме түскен кезде адамның уже автоматом маскасы шешіледі. Ол өзін өзі көреді. Сол үшін қазір оянуға дайын адамдар осы подкасттарды көріп
маған жазып жатады, енді бізге жазып жатыр ғой, көріп жатсың. Иә. Жылап жатыр. Не екенін түсіндіре алмаймын, просто бір жылағым келе береді дейді. Түсінуге тырыспаңдар деймін. Сезініңдер. Өйткені мен как тұлға ретінде уже жоғалып кеттім. Менде тек сөйлеу ғана бар. Көру бар. Себебі сізді тек сезіп отырады болды, иә? Жан сезеді. Тек сезеді, и түсіндіре алмайды олар. Түсіндіргісі келеді, бірақ түсіндіре алмайды. Өйткені ми, эго ояну туралы ештеме білмейді. Ол әбден догмаларға тойып алған. Шаблондарға тойып алған. Ол системаны біледі. А мына жақты білмейді. Бұл тылсым әлем. Басқа әлем. Мистикалық әлем. Философиялық әлем. Бұны тек сезіну керек. Енді жаңа сіз екінші балнасы деп жатсыз, иә? Адамдардың өміріне кризис келеді дейсіз. Ақшалай кризис келеді. Одан денсаулықпен кризис, қарым-қатынаспен кризис деп жатсыз. Сонда менің түсінігім бойынша бұны адамдардың бәрі бір сынаққа түсіп қалдым деп ойлайды. Айналып келгенде бұл сонда тазару деп айтып жатсыз да, бірақ сонда бұл адамның жанының оянуына келген кризистар болып тұр ғой. Әрине, бекерден бекер келіп жатқан жоқ. Қазір байқайтын болсақ, қазіргі эпоха великого пробуждения деп айтып жатырмын ғой мен. Қазір көп адамдар оянады деп. Қазір просто өздерің жай жан-жақтарыңа қараңдаршы. Просто былай жай сезініп қараңдар да. Бұрынғыдай емес қазір. Бәрі қирап жатыр қазір. Көп адамдар жоғалтып жатыр. Өзінен өзі құлап жатыр қазір. Бизнестер құлап жатыр. Жабысқан нәрселер құлап жатыр. Қарызға қатты кіріп кетті қазір. Бүкіл эгосы құрастырған нәрселердің бәрі құлап жатыр. Жай жан-жанға қара да қазір. Мен көріп отырған адамдар. Таныстарыңды қараңдар, ананы қараңдар. И маска да көбейіп кеткен. Байқаңдаршы просто. Сен іштей айтасың, ол ондай адам емес еді ғой. Неге ондай болып жүрді? Өзін көрсеткісі келеді, бүйткісі келеді. Көрдің бе, осындай кезде осындай шектеу заңдары түседі. Себебі сол эгосы сол материальный нәрсеге жабысып қалғаннан кейін, сол материальный заттардың арқасында өзін ортасына басқаша етіп көрсеткісі келгендіктен солай неосознанно маска киіп кететін болып тұр ғой адам, иә? Эгосының арқасында. Дұрыс айтасың. Енді қараңыз, жаңағы волналарын айтып кеттіңіз, отношение, кризис, жаңағы ақша, материальный. Сонда адам оянуға тек осы кризистер арқылы келе ма? Және екінші ортаға азаяды деп жатсыз. Жоқ, тағы бір екі категория бар. Тыңдаңдар. Ода ақшада болуы мүмкін. Денсаулықтан нормально. Бизнес жүріп жатыр. Бірақ осы әлемнің мәні жоғалып кеткендей болады. Білімде бар. Может, профессор шығарсын. Может, көп жерлерде оқыған шығарсын. Не обязательно кризис. Кризис просто эгоны сындыруға жақсы нәрсе да, жақсы инструмент. Сен плинтусқа дейін түсіріп тастайды ғой уже. Бұрын менмін деп жүрген. Сен білесің ба мен кім екенімді деп жүредің да, и сен бірден уже плинтустасың. Сен айта алмай қалдың уже. Сен ешкімсің ғой на самом деле. И мынау ақшасы да бар категория адамдар бар. Бәрі жақсы, бала-шаға, вроде бәрі нормальный. Бірақ іште пустота. Өмірдің мәні жоқ, қызығы жоқ, ештемеге таңғалмайды. Бәрін көріп тастаған. Ол Құдайға оралмай, жан тынышталмайды ол. Сезіну керек оны. Ол дінде де жүрген шығар. Өмірдің ойынның бәрін ойнап тастаған оларда. И ойнағысы келмейді олар. Олар да тіпті ешкіммен араласқысы келмейді. Қыдырғысы да келмейді уже. Просто отыра бергісі келеді. И осы моментте ондай адамдарға айтқым келетін, өзіңнің ойыңмен жалғыз қалып қалмаңдаршы. Ауырып қаласыңдар деймін. Жеп жібереді анау ой. Ой деген сондай нәрсе. Жеп жібереді. Сол кезде лучше оймен диалог құрсын ол.
отырған кезде. Оймен диалог. Оймен диалог деген практика бар менде. Иә, көзің жұм да. Мен ойларымды көріп тұрмын де. Мен ойларымды көріп тұрмын. Іштей сөйлей бер, иә? Мен айтып отырам. Мен ойымды көріп тұрсам, мен ой емеспін. Ой өз-өзін көре алмайды де. Оймен диалог құр сен. Сен өз-өзіңді көре алмайсың де. Егер сен өз-өзіңді көре алсаң, сен мен деп ойласаң, мен сен деп ойласам, мен сен басқаруын керек едім ғой де. Айт ойға. Мен сен тіпті қайдан шығып, қайда жоғалып кеткеніңді білмеймін де. Қазір қараш, қайдан шығып жатыр ой? Сезін, қайдан ой шығып жатыр? О, просто былайша айтқанда пайда болып отыр еді. Өзінен өзі пайда болады. Өзінен өзі пайда болып жатыр қазірде. Иә. Егер мен сен болсам де, онда маған айтшы, үшінші ойым қандай, төртінші ойым қандай, келесі ойым қандай деп. Осы жерде ойдың үні өшіп қалады, байқадың ба? Иә. Үндемей қалады. Ой тек сен көріп қойған кезде ғана тоқтайды, көмекшің болады. Енді ойға айт сен. Сен осы уақытқа дейін мені басқарып келдің бе? Сұрашы одан. Өтірік па не? Ол басқарып келді ғой, бәрін айтып отырды саған осы уақытқа дейін. Бұлай істейсің, бұлай істейміз, анау жаман, мынау жақсы. Енді мен саналы өмір сүремін, ал сен мен көмекшім боласың де. Үндемей қалды ғой. Үндемей қалады ол. Сен оны көріп қойған кезде қорқады олар. Өне өшет. Сол үшін айтам ғой, бақылау үшін оятыңдар іштен деп. Қысқаша практика осы. Оймен диалог деген. Ұнады ма? Иә, сонда бұл адамды толықтай оянуға келуіне кедергі болатын ойлар болып тұр ма адамның? Ой, соған қатты сеніп кеттік. Иә, ой, бірінші ой шығады. Сен қазір байқадың ғой, ой тіпті қайдан шығып жатқанда сезе алмадың. Өзінен өзі пайда болып отыр ше. Көп жерлерде айтады да, сен ойыңды жақсарта алмайсың оны. Сен ой емессің ғой. Ол өзінен өзі пайда болып отыр. Көрдің ба? Жақсарта алмайсың да, басқара алмайсың да екен. Басқара алмайсың оны. Оны басқарам десең, сен жарыласың бір күні. Болады оны подавлять етуге да, жақсы ойлап, алып тастап. Бір күні өзің байқайсың, болмайтын нәрсеге ашуланасың да, атыласың ғой, үйдеше бәрін қайратасың. И потом бір саналы түрде осознанность келіп ойлап отырасың, не үшін ашуландым. Болмайтын нәрсеге ашуланып кеттім ғой деп. Осы ойды басқарам деген адамдар осындай күйге түседі. Оны басқармау керек, оны бақылау керек. Қорқады ол содан. Тек көресің. Көріп қойған кезде енді былай айт. Міне бағана практиканың соңында былай айту керек. Ой, көзің жұм. Енді мен сендермен күреспеймін да, басқармаймын деді. Сендер как речка ретінде аға беріңдер де. Мен қарап отырам де. Келе беріңдер, жақсы ой, жаман ой, арам ой, ұятсыз ой, келе берсін бәрі. Тек қарап отыру керек. Иә, мен сен емеспін де. Күреспеймін де, басқармаймын да дегеніңіз күшті болды. Себебі мен қазір есіме түсірсем, оказывается, өзім ойыммен күрескен екен. Жаңа айттыңыз ғой. Ой, күрескен сайын ол сенің бар. Ол бір жерде денсаулығыңды тесіп шығарады ол. Күресу деген оған сүңгу. Бағана айттым ғой, ой речка ағып жатқан. Сүңгейтін болсаң, секіретін болсаң, ақылмен уже комментарий кете бастайды оған. Ақылмен кірісу деген сол, мысалы, ой келді, я? Бір ой келді саған.
и сонымен сен уже ақылмен жауап бердің. Осындай, ондай болмау керек еді, былай деп сценарий, фантастика кетіп жатыр, ар жақта ше. Мест кетіп жатыр ма, білмеймін, там біреумен ұрысып жатасың ғой әйтеуір. Ұрысып жатыр, мен бүйтіп жіберемін, сөйтіп кетті, бір қарайсың да энергияң деген жоқ уже, ё-май. Мысалы, былай да бір мысал келтірейін. Бастығың ба, біреу ма, ертең сенімен серьезно сөйлесуің керекпін деді. О, күшті тақырып, иә. И кетті түнімен ана жерде адам ше. Не бір сценарийлар, не сөйлесем деп еді ол мен. Мен не білдіріп қойып едім? Мен ананы білдіріп қойдым ба, ананы біліп қойдым ба, кетіп отыр, азанға дейін өзін жей жіберді ше. И одан кейін таңғалып жүреді да, ауру қайдақтан пайда болды дейді. Жаным, ауру осыдан пайда болады. Ой, нервная система, иммунная система, гормональный системаларды бұзады. Сол оянған адам, мен айтам да, ол осы системалардың бәрін өзі реттеп алады организм. Потому что ой, уже қызметші ретінде, оның өмірін басқармайды. Қызметші рөлін атқарады уже. Сонда ойдың мақсаты не болды? Функциясы не болды? Егер жаңағы ақыл комментировать етіп, фантастика жаңағы айтып жатсыз ғой, жаңағы бастық ертең сенімен бір жақсы әңгіме бар деп айтты. Сол кезде ой шынымен де, енді басынан өтті ғой, білем ғой ситуацияларды. Шынымен де ой комментировать етеді. Сен де бір бойында страх болып кетеді, тревога басталады, ертең не айтар екен. Вот мен қазір сөзімді аяқтап тастайын. Бағанағы ой келді, сен оны комментировать етіп жатсың, не ғой, кірісіп кеттің ойдың ішіне. Организмде байқайсың ба, өзің айтып жатсың, бір реакция береді деп. Иә. Бір сол реакция вот аурулардың бәрін алып келеді. Көрдің бе? То есть сенің әр ойға адамның денесінен бір гормондар өзгере бастайды. Нервный системаға влиять етеді ол. Иммунный системалар слабеть етеді. Вот не үшін мен бағана айттым, оянған адам нервный, иммунный системалары реттеліп болады. Талай жыл көтере алмай, бала көтере алмай жүрген адамдар көтереді. Всего лишь жерде осы системаларда, жүйелерді, денсаулықтың жүйесін мен айтам, дұрыстап ал демеймін, просто мешать етпес өзін реттеп алуға. Сен қайғырып, оған мешать етіп жатсың да қазір. Ол ана гормондар выделяться етеді, бәрі бой бере бастайды организм. Ал егер сен оны мешать етпесін де, чисто бақылауда жүрсің да мына жерде. Бақылаушы етамын да, ойларымды бақылап жүрсің. Сол кезде сен келіп жатсың, эмоциям бар. Ой келіп жатыр, кетіп жатыр. Эмоция да келіп жатыр, кетіп жатыр. Денеде даже тіпті өзінің міндетін атқарып жатыр, жаймен қартайып жатыр бұл да. Сен оған әсер ете алмайсың никак. Бірақ осының бәрін сезіп, бақылап тұрған өзгермейтін бір сана тұр. Құдай деп айтсақ та болады. Еш ол влиять етпейді, ештемеге. Настроениесін де жоғалтпайды, көтермейді. Сол үшін мен айтам ғой, постоянно бақылаңдар. Бақылағандара адамдар көп қателік жіберіп жатыр қазір. Наблюдатель бар, иә? Сен бақылап жатсың. Эмоцияларыңды бақылап жатсың. Ішкі күйіңді бақылап жатсың, ойыңды бақылап жатсың. Бірақ адамдар мынандай нәрсемен кездейсоқ болып отыр олар. Ойдың ішіне кіріп кетеді осы сөңгіп. Сол кезде көріп қойып жатырмын дейді да. Я уже ойдың ішінде, мен неге кіріп кеттім, бақылаушын қайттан оятып. Мен бұл жерде екі нәрсе айтып кетейін. Мен оқырмандарыма, жақсыларыма деймін ғой мен. Біріншісі, егер сен ойдың ішінде уже жүргеніңді бақыладың, фантастика сценарийдің ішінде жүрсің, сол жерде бақыладың ба, жай тоқта, бірден шығарма өзіңді. Жай, медленно шығару керек. Жай. Сразу мод қосасын. Мод деген метод минутного дыхания деймін да мен. Мощный практик. Всегда осыны қосу керек, қарамын. Мен ойдан, ойға кіріп кетіппін, мен сүңгіп кетіппін. Болады ондай. И жай шығарасың. Ойға кіріп кетіппін дейсің. Байқап тұрмын.
медленно 2-3 минут шығар, асықпа. Резко мен наблюдательді қосып қайтан шығаратын болсаң, сен ойға кіруің де, ойдан шығуың да тез болып кетеді, өзің түсіндіре алмай жүресің. Замедлить ету керек. Өткені наблюдательді фиксировать ететін этапын айтып отырмын қазір. Наблюдательді бірінші ояттық, біз, бақылаушыны. Тыныс арқылы жаймен, Жаймен. Жай, чтоб ой уже ақыл ойға секіргеннен алдын, уже қорқа бастайды. Ол жерде замедлиться етеді уже. Сен уже ойдың ішінде жүрген кезде көрмейсің өзіңді, уже ойдан шыққан, кірмей тұрып көресің. Дұрыс айтсақ болады. Ойға секірейін деп тұрсың уже. Сен айтасың, уже көріп тұрмын, кім секіргісі келіп жатыр, кім комментировать еткісі келіп жатыр, кім ойды бақылап тұр. Осы кезде тынысты қосамыз. Жалпы наблюдательдің өзі иллюзия негізі. Бірақ бұл наблюдатель керек, чтобы потом ее потерять, жоғалту үшін. Оның өзі иллюзия. Бәрі иллюзия. Бәрі иллюзия. Сонымен екінші практика бұл жерде. Бірінші максимальный түрде наблюдательді замедлить ету. Жай ғана шығару ойдан өзіңді. Тез емес. Екіншісі, адамдар мынандай қателік жасап жатыр. Осы жерде мұқият түсінуге емес, сезінуге тырысыңдар. Мен айтып жатқан нәрсені түсіне алмайсыңдар. Наблюдатель деген ол жоқ, иллюзия негізі. Бірақ мен айттым, бағана өзгермейтін тылсым күш бар. Бәрін бақылап тұр. Эмоцияны да бақылап тұр. Ойды да бақылап тұр. Ол просто қарап тұр. Стаканға қараш. Кім қарап тұр? Атыңды алып таста. Өзің туралы тарихыңды алып таста. Ешкім. Просто қаралым бар, іздеме. Енді қара. Оянуда адамдардың қателігі былайда. Мен бір апта жақсы жүрдім дейді. Прям кайфово. Рахат, адамдарға күліп қарадым, бәрін жақсы жүрдім дейді. Рахат екен дейді. Ол жерде наблюдательді ұмытып кеткен ғой уже. Көрдің бе? Тұрақтандырып үлгермеген, Жоқ, наблюдатель ол всегда есть. Барлық кезде наблюдатель бар. Мен саған қазір айттым ғой, қарашы стаканға. Маған қазір түсінік келіп отыр да, егер мен стаканға қарап отырсам, сіз айтып отырсыз, наблюдатель ешқашан өзгермеген. Демек ол менімен өмір бойы болып тұр ғой? Өмір бойы сен соның ішінде туылып тұрсың негізі. Оны просветленияда сезінесің, көресің сен бәрін. Көрдің бе? Қарап тұрған күш бар. И осы күш, ол ешқандай эмоцияға берілмейді. Ол сен қуанып атсың ба, жылап атсың ба, ол просто қарап тұр. Ол бар. Жай бар. Алланың құдіреті шексіз. Ол бар. Оны таба алмайсың, атты қоя алмайсың, іштеме қоя алмайсың. Ол жай бар. Мен бармын деп тұр. Болды. Міне, атты бере алмайсың. Енді қара, сен айтып атсың да, мен ояндым, мен осында көңіл күйде жүрдім дейді. Рахат екен. Бірақ мен кейін қайттан күйзеліске түсіп кеттім дейді. Сол кезде бірақ мен бақылаушыны ояттым дейді. Жандарым, бақылаушы ол всегда болу керек. Сен қуанып атсың ба? Сен жылап атсың ба? Ол өзгермейді. Ол тек қарап тұра береді. Енді маған айтшы, Құдай махаббатты жаратты ма? Қайғыны да жаратты, Әрине. Екеуін бөле ме ол? Қайсын қатты жақсы көреді? Мен түсіндім. Екеуін бірдей жақсы көреді ғой. Вот. Анау да бар, ол просто қарап тұр. Махаббат болмаса қайғыны түсінбейді, қайғы болмаса махаббат түсінбейді. Түн болмаса күндізді түсінбейді, күндіз болмаса түнді түсінбейді деп тұр. Екеуін бірдей жақсы көріп тұр. Себебі бәрі өзінің жаратылысы, Өзінің жаратылысы ғой. Ал сенше бөліп тұрсың. Әрине. Маған дейді, ол эгоң ғой, уже көрдің ба, эгоның ойынын распознавать етіндер деймін ғой, оның ойынның
түсіну керек, оның крючогуна ілініп қалмау керек адам. Осы жерде мен өзімнің жақсы көңіл күйім жаңағы бір апта бойы тұрақталып тұрды, соны жақсы көріп, мен соны оянуда адам сондай көңіл күйде всегда жүреді деп ойлап қалдым да. Иә, эгосы солай ойлап тұр. Болды, түсіндім. Ол күй қалады сенде. Қара, махаббатта қалады, стресте қалады, тревогада қалады. Бірақ сонымен өзін біріктіретін адам қалмайды. Тек бақылаушы қалады. Менде сондаймын, менде личность жоқ деп айтып атқаным сол, түсінбейді да мен көбісі. Барлық эмоция бар. Бүкіл адамда болатын 5 эмоциональный чувствоның бәрі бар. Ес сезу, тыңдау, көру бәрі бар менде. Дәм сезу бәрі бар. Қайғы да, махаббат та, радость, күй бәрі бар. Бірақ сонымен қайғыратын, бірігетін адам жоқ. Түсіндің бе? Себебі сен ол емессің, е? Мен бақылаушымын, мен қарап тұрмын, эмоция, мен айтамын, мынандай эмоция бар. Ну, болсын. Неге болмасқа? Болсын. Мына жерде жақсы эмоция бар екен. Күшті, бола берсін. Мына жерде кішкене стрессовый эмоция бар. Ол да бола берсін. Көрдің бе, реагировать етпейсің сен. Сол кезде адамның өзінің организмі не істей бастайды? Перестройка болады ғой. Сен реагировать етпейсің. Дене реагировать етпейді. Бірігетін адам жоқ. Бірақ бұл жерде эгоның шырмауына түсіп қалу қаупі бар екен, е? Ой, страшно. Супер прокачанный маскалар кие бастайды адамдар. Қазір соны көп байқап жатырмын. Оны да мен сынап отқан жоқпын. Ол да оның жолы. Қазір просто бір жердерден байқап қалдым да, мен сені келесі перерождениеңді дейді да, реинкарнацияда байғып тудыртам дейді. Ё-май. Қызығы, не бір ойындар ғой енді. Келесі перерождениеңді, демек ол тұлғаны айтып тұр ғой оған, е? Айтып тұр ғой, келесі перерождениеңді сен миллионер болып туылады екенсің. Сондай әсер кетіп жатыр да адамдарды, не деген деймін да. Сонда бұл жерде Құдаймен прямой сөйлесіп барып договорға отырып береді екен да, сен келісіп, сен келесі перерождениеңді жақсы бір есіктерді ашып қояды екен, сен бай болып туылады екенсің. Алланың функциясын алып тұр, өзіне. Енді оның жолы ғой, мен сынамаймын. Не осуждается, ол ақша үшін жасап жатқан шығар. Очередная игра, пусть играет, тойсын ойынға. Не дейсің басқа? Сонда бұл жерде жаңағы айтып отырсыз ғой, сіз эмоциямен бірігетін тұлға жоқ дейсіз, е? Эгоның шырмауы деп жатырмыз. Сонда бұл жалпы тұлға мен эго адамға не үшін берілген? Жоғалту үшін. Фана дейді бұны суфистер. Растворение личности дейді басқа діндегілер. Жоғалу. Дзенде де айтылады бұл, даода. Мистицизмда да бар бұл. Растворись как личность дейді. Оны сен көрдің бе, не просто Аллаға жақындау, сен оңай қоймайды ғой. Түсіндім. Сен өзіңді жоғалт дейді, эгоңды. Эго деген не ол? Мен сіздерге айттым, ол и тәкаппарлық, ол и нафсы, ол и гордыня, целый букет қой эго деген. Бірақ эго, мен сіздерге айтайын, жоғалт деп тұрғанда эгоны өлтіру емес, бұл дұрыс түсінбей қалмаңдар. Эго бізге керек, өте керек. Эго бірақ біреуге және саған өзіңе зиян тигізбеу керек. Бір, и өзін Құдай санамау керек. Болды. Ол санап алды ғой қазір. Просто қазір қараш өзінің эголарына қазір қарасыншы іштен. Сынап отыршы. Сынап отырма, ол сен басқарып отыр. Қазір сұрақ қой да ішіңде, қазір бақылаушыны, қазір бізді көріп отырған адамдар. Қараш, просто тыңдап отырсын ба, или сынап отырсын ба? Эго жай сыбырлап отыр. Мынау не айтып жатыр? Мыналар қуып кеткен. Или бұндай біздіге ғана дұрыс. Бұлар шатасқан, адасқан, бүйткен, сүйткен. И қара, сұрақ қой сол эгоңа қазір. Неге олай айтып отырсың деші қазір? Неге олай айтып отырсың? Мен көрермендерге айтып отырмын бұны. Просто қазір ішінен неге олай айтып отырсың? Эгосын көрсін де. Шынымен, Құдай санап отыр ғой. Вот, менке дұрыс дейді. Шешімнің бәрін эго қабылдап отыр. Бізге дұрыс қорықпа дейді. Біз адам адаспаған, біз олар адасқан дейді. Неге олай ойлап отырсың деп сұрақ қойшы қазір эгоңа. Неге олай ойлап отыр ол? Себебі
Құдай санап отыр өзіне. Өз шындығы бар, иә? Осы әлемге деген өзінің бір эгосы, өзі бір жеке тұлғасы, бір өзінің тарихы бар да, осы әлемге деген бір көзқарасы бар ғой оның. И сол көзқарасын бәріне тықпалағысы келеді да, қойсаңдаршы деймін. Не басқа адамның көзқарасы емес па не сонда? Сонда бұл жерде Сен ғана правильныйсың ба не осы өмірде? Мен өзім сөйтіп ойлап келдім ғой. Бәрі солай ойлап отыр, сол үшін ғой қазір әке шешесі баласының өміріне араласып кеткендер көп қазір. Әйелі күйеуін өзгерткісі келіп жатыр, бәрі бір-бірін өзгерткісі келіп жатыр. Өйткені бәрінің эгосы ішіндегі өзінің бір ақиқаты құрастырылып алған, өзінің бір шындығы бар, и сол шындық сонке ғана шын екен деп ойлап отыр. Басқасынке ешкімдікесі сенке дұрыс емес дейді. Мен айттым, солай болу керек. Иә. Өзімді көріп жатырмын. Сол қазір бізді көріп отырған эгосы ойнап тұрған адамдар бар ғой, бізде өттік қой қазір. Біз солардың көзқарасы бойынша сөйлеуіміз керек. Солардың эголары бойынша біз киінуіміз керек, тіпті тамақ ішуіміз керек. Біз олардың ойынша біз өмір сүруіміз керек жалпы. Олардікі дұрыс қой осы өмірді, бұлайша олардың эгосы дұрыс жағынан зерттеп тастаған екен да. Өзінің шындығына сеніп алған ғой. Әбден себебі эгоны тақта отыр деп отырсыз жаңа. Сонда бұл жерде эго әртүрлі маскада киетін болып отыр ғой, жаңа айтасыз, сынап отыр дейсіз, сыншы маскасы болып отыр, иә? Құдай болып отыр ғой, қаяқтың сыншысы маска. Оның өзін басқарып отыр. Анализ жасап отыр. Басқарып отыр. Демек, қазір былай қарса өзіне и басқа біреуге де зиян тигізіп отыр да, көрдің бе? И үшінші өзін Құдай санап отыр. Сендердікі дұрыс емес, менікі ғана дұрыс. Сонда бұл жерде эгоға, менің мысалымда келтірсем, менің эгом Лейламен ажырағысы келмейді екен да, бірге жабысып алған. Осы жерден ары қарай уже адамда страдания басталады екен, иә? Тұлғаны жоғалту деген эгоға ауыр болып тұр ғой. Лейланы жоғалту. Лейланы жоғалту деп айтпаймын. Лейланы басқарамай қалу қиын болып тұр оған. Эго Лейланы басқара алмай қалды. Сен қазір өзің ішіңе сұрақ қойса, сен өміріңді ой, эго, ақыл үшеуі группировка ғой, целый ОПГ. Солар білен басқарып келді ғой сен. Басқарып келді ғой. Біліп отырмын. Сен үндемей отырған кезде де олар сөйлейді, бүйтеді. Сыбыр, екеуі план құрады, анау жаман, мынау жаман. Ең қаншалықты олардың ойыны мен сен уже өмір сүрем деп уже шаршап кеттің ғой уже. Олар басқарып келді, сен ше. Қазір мен айтып отырмын, саналы түрде өмір сүрсейші осы сәтте. Оларды тақтан түсір деймін да. Бірақ енді тақтан түсіру қиын ғой, еш оңай емес. Осы моменттерде, мен айтам ғой, келіңдер поляға бір рет болсын болыңдар. Бір рет тақтан түсетті, ол менің қасымда отырған адамдыке. Ой, келе алмай қалады мына жерде. И уже ары қарай оңайырақ болады оларды түсіруге. Енді любой патшаны алшы қазір барып. Тақтан түс десең түсе ма? Президент алшы любой. Түспейді ғой, әрине. Түспейді ғой, сол сияқты да. Не бір ловушкалар қоя бастайды. Отырған орын ұнайды ғой. Супер прокачанный маскалар кие бастайды. Басқа иллюзияларға кіре бастайды. Сол эгоның маскаларын қалай анықтауға болады? Егер супер эго, жаңағы эго деп бөліп жатырмыз ғой енді. Енді мен айтып отырмын, олар адамдарға бір жол көрсетіп жіберудің орнына олар қараңғы туннель болып кетеді ғой. Өзінің артынан ергізіп жібереді. Вот это супер прокачанная маска деген сол. Ол как дорожный знак, жол көрсетудің орнына вообще дальше қораға тығып жібереді. Сен қазір ата-бабаңмен сөйлестірем дейді. Сені қазір руханилыққа кетіп қалды, иә? Иә, сен қазір. Енді оны мен сынап отырған жоқпын, осуждать етіп отырған жоқпын. Ол тағы бір ойынға кіріп кетті да. Ну, ол жерде и ақша бар, и не бар, и это тоже не осуждается. Это его путь просто, жол. И кейбір адамдар оған да тою керек, ояну үшін, ойнау керек. Эгоның руханилық маскасы болып кетті ғой сонда, рухани маска. Олар адамдарға жол көрсетудің орнына екінші маска киіп алды.
Екінші маска деген әрине ол сол шындықты айтудың орнына, ақиқатты айтудың орнына тағы бір адамдарға ілмегіліп қойды. Перерожденияда басқа есік ашып берем, мен сен Құдаймен байланыстырамын. Қазір былай қарайсың ғой, небір нәрселер, небір маскалар бар егінің ішінде, небір ловушкалар. Что за бред деймін да мен ішімнен ше. Былай қарайсың да, это тоже путь. Пусть играют. Ойнасыншы. Осы орайда бір Құраннан маған сөз түсіп отыр да есіме. Осындай бір замандар болған кезде бір өтірік пайғамбарлар дей ма, енді прямой перевод, лжепророктар пайда болады деген осыған келіп тұр ғой, артынан ергіздірген. Енді бұл жаңағы мен сені басқа өмірде бай қылып тудырам дегеніміз, сонда ол өзі бір тылсым күшім бар дегенге келтіріп тұр адамдарды сендіріп. Соған ұқсас болып тұрған сияқты ма? Пайғамбар емес, просто маска десе қаяқтың пайғамбар. Пайғамбар ол определенный адамдар, бір қауымға түскен адамдар негізі пайғамбар. Система құру үшін бір страшный қауымдар болады сондай. Соны бір смирить ету үшін, бір угомонить ету үшін түседі олар, система құру үшін. Ол именно пайғамбарлардың өзі Құдайды напрямую көрмеген, негізі көре алмайды. Кейбіреулер ішінде оның даусын естіген, бірақ Құдайды көру деген ол никому, не каждому дано. И кейбір жолдан тайып кеткен тайпалар болады. Именно сол моментте пайғамбарлар түсіп, соны смирить ету керек болады. Бірақ қалай смирить ету керек? Өзіне келтіру керек қалпына, қорқытып. Басқа келтіре алмайсың ол жерде. Шанс жоқ. Система құру арқылы. Конечно, система құрасың сен. Тозақты жанасың, бүйтесің, сөйтесің. Сол кезде ғана адам шошиды. Тынышталады, атак тынышталмайды ондай қауымда. Ойлаш, кезінде надандық заман, небір замандар болған. И сол моментте кішкентай нәресте қыз туылып атқан кезде соны көміп атқан. Қалай тоқтатасың сен оны басқа? Надандық заманы бұрынғы. Сол қауымды тоқтату, и соларға ғана түседі, ол бүкіл адамзат деп кейін уже бұрмала жіберген. Оны уже ана жерде көп ученыйлар жазған оны негізі, ондай кітаптарды. Жалғыз адам жазбаған оны. Ішінде Алланың сөздері бар, және адамның сөздері көп қосылып кеткен ол жерде. Әрине, көрдің бе? Осындай моменттер бар. Ол қазақтарға, бізге, басқа Европа нелеріне ешқандай қатысы жоқ. Бізді қыздарымызды не көміп жаттық па не ол кезде? Жоға. Біз бұрыннан цивилизованный халықпыз. Бұлай қарайтын болсаң. Су ішуді білесің ба? Білеміз. Не керегі бар саған су ішуді үйрету? Тамақ жеуді білесің ба? Білеміз. Ата-анаңды сыйлай аласың ба? Оның не керегі бар саған үйретіп оны? Біз кочевниктер бұрыннан өз қыздарымызды, аналарымызды сыйлап келгенбіз. Бізде ондай көму, надандық заман деген болмаған. Так что, или киінуді білмедіңдер ме не? Неге біздің киімдеріміз керемет қой? Кимешектің өзі, ат қоюды білмедік па? Балаға. Бәрін білдік қой, біз олардан алдын білдік қой. Соны біз білмедік деп қойып қойды да, қазір тек ана жақтыке дұрыс, мына жақтыке дұрыс емес деген. Онда ұғым жоқ оянуда. Дұрыс емес деген. Оянуда қаншалықты сен сол нәрсеге сеніп кеттің деген нәрсе ғана бар. Сен былай қарайсында, бұл әлем ол бір догма шаблондармен жүру үшін арналмаған. Мен сіздерге айтайын. Бұл әлем зерттеу үшін жаралған. Зерттеу керек, өмір сүру керек. Бірақ зерттегенде де кішкентай бала сияқты. Кез келген ученыйларды ал, миллиардерлерді ал да өз жұмысына, процеске қатып берілген адамдар. Созидающий адамдар. Осы әлем негізі сол адамдардың арқасында ғана тұр негізі. Былай қарайды. Олар жоқ болса, дым болмайды бұл әлемде. Давно өзін-өзі жойып тастайтын еді адамдар. Түсінің бе? Эгосымен сол сенің дінің дұрыс, менікі дұрыс деп бір-бірімен қырылысып, бір-бірін өлтіріп тастайтын еді болды. Жалпы айтқан кезде былай ғой, мені
мынау тау деп алайық, иә, төбеде Құдай тұр. Иә. Ислам мысалы мұсылмандар бір оң жағынан шығып жатыр, христиандар бір сол жағынан шығып жатыр, там индустар батыстан шығып жатыр, мынау шығыстан шығып жатыр деген сияқты. Бәріміз бір жерге бара жатырмыз, Бір Аллаға бара жатырмыз. иә. Бірақ мына жақта соғысып жатырмыз, сенге дұрыс емес, менге дұрыс, сен вообще дұрыс емес өмір сүріп жатсың, былай өмір сүру керек. Ондай жоқ оянуда. Оянуды осы әлемде жақсы көру керек. Махаббат қана бар бұл жерде. Мен сол үшін айтамын, мен дінім махаббат деймін да. Ойбай, ел бол, діннен шығып кетіпсің ғой сен дейді. Алланың жаратылысы тек махаббат себебі. Иә, шексіз махаббат. Мен дінім махаббат деймін. Мен бөле алмаймын да адамдарды. Ешқандай дінге де бөліне алмаймын, ешқандай. Шынайы оянған адам ол бөліне алмайды. Ол бәрін. Өйткені мен бір күні келе жатамын, остановканың жанынан өтіп баратқанда бір бомжды көрем. Соның ішіндегі светті көрем ғой. Ол есімде жоқ, қандай ұлт екенін де білмеймін. Бүйтіп қараймын да, оның эгосының ар жағындағы, денесінің ар жағындағы лучты көрем ғой, былай айтамын ғой, мә саған, ұйықтап жатқан адам, он такой же свет, как и проснувшийся. Разделение жоқ та мен оның арасындағы. Ё-моё дем, анау жерде прям көзіме жас кеп, разделение жоқ, прикинь, бөліне алмайсың да. Бомж болса да. Просто ол оның жолы. Просто ұйықтап жатыр. А тот такой же святой, как и я. Как и все проснувшиеся. Тура сон оянған адам сияқты. Бөліне алмайсың. И мен қазір адамдардың ішіндегі нұрын көріп тұрмын ғой. Бәрімізде сол бір луч, бір нұр. Сендер сондай тоже святойсыңдар. Просто өздерің настолько близко тұрсыңдар, біле алмай атсыңдар, мә деймін да, басқа жақтан іздеп атсыңдар. Енді бұл осуждать етіп атқан жоқ, бұл да бір жол ғой, определенный этаптар арқылы келетін. Бірақ адам өзі даже өзіне представить ете алмайды ғой, настолько олар могущественный ғой. Құдай тұр да іштерінде, ё-май, любой нәрсені бүйтіп жасап кете береді, болды, әшейін. Бірақ Эго жібермейді ғой. мешать етіп тұр ғой, оған факты керек, көзім жетіп жатыр оған. Иса пайғамбар болсын айтады ғой негізі. По вере ваше будет дано вам деп. Осы жерде мынаған сенамай жатыр да. Қайтып келсем деп отырмын жаңағы. Догмаларға сеніп алып. Сіз айтып отырсыз ғой, менің полеме түскен кезде нұрланған адамның өрісі дейміз ғой. Эго жойылмайды, бірақ күші жойылады, кішкене болса да басылады, иә? Маска шешіледі дейсіз, мысалға бізге енді антитренинг адамдар келіп жатыр ғой. Біз одан кейін 2 күндік ретритке өткіземіз. Сонда ол адамдарға біз жаңағы наблюдатель практикасын береміз, бірақ кейде бір жазып жатады. Алып кетті мен дейді да. Мен уже наблюдатель тұрақтандыра алмай қалдым. Наблюдатель қайда қалдым, мен қайда қалдым. Уже жоқ, шатастырып кеттім. Уводить етіп кетті деген ғой енді орысша айтқанда. Сол кезде бұларға да сол ойы мен эгосы кедергі келтіріп тұр ғой, сол нәрсені сақтап қалуға, сол күйді. Мен бұл сұраққа бағана жауап бердім ғой, даже практика бердім. Бірінші, замедлитесь. Екінші, жақсы эмоцияңда, жаман эмоцияңда наблюдать ет, айырма екеуін. Потому что олар қазір, менде жақсы эмоция деп, ол өзім екен дейді да эгосы. Кішкене жаман болып қалды ма, мен бақылау үшін ояттым дейді. Эгосының ойынан да жүрді әлі. И бірінші практика сол максималды түрде сен ойға сүңгіп кеткеніңді, сол колебания ол болады, ол по-любому, как без этого. Ол өзімде өттім ғой, одан лақтырады сені. Ой просто так берілмейді. Кредит қалай төлеймін, бала шағаны қалай асыраймын, анау қалай болады, мынау әлі толық 100% Құдайға сенамай жатырмын да. Менде де болды ғой. 100% тапсырамай жатырмын. Енді не істеймін, қалай асыраймын, болашақты переживание, өткен шақты тоже, ананы былай істеу керек еді, былай. Бірақ жақсыларым, жандарым, ол сіздерді шығармайды. Никак шығармайды ол. Дальше кіргізіп жібере береді. И бір күн ауырып қаласың. Жібер бәрін. Ол да кіріп атсың ба, қарызға кіре берсін.
ұстама. Солай болу керек болды де. Алла саған тапсырдым десе, болды, шаршадым десе ары қарай. 1-2% қана іс-әрекет жасаймын, қалғанын бәрін өзің жаса дейсің. Болды, ары қарай мен не могу дейсің, тапсырасын. Өзі жаймен реттеледі. Өзі реттеп тастайды өмір. Өмірге мешайт етпеңдер деп айтқым келеді. Бөгет болмаңдар. Өмір өз-өзін қарсы жүрмей ғой, иә, ағысқа қарсы жүзбеңдер. Иә, өмірге потокпен, ағыспен жүрсеңдер, өмірге бөгет болмаңдар. Өмір өзін-өзі сен арқылы өмір сүре бастайды, бәрін реттей бастайды. Сен тек процесте болды. Жақсы көрген іс-әрекетің болды, махаббат. Иә, басында болады, кредит қалай төлеймін, ол этаптан өту керексің ғой. Сенім қаяқтан оянады? Солардан өтпей оянбайсың сен. Және сене бастайсың сен. Болған іс болды. Черныйға кетсем, кеттім дедім мен де. Егам жібермей тұрған ғой, қалай черный списокқа кіріп кетіп, қазір коллекторлар звондап, қатты переживать. Соңында кетсе кетсін дедім. Қайда кетпей жатқан нәрсе. Отпусти деген осы ғой. Егам жібермей тұрған ғой, суперэго, менде вообще суперэго болған. Қатты сырада дедіп, қалай черный списокқа кіріп кетіп, мүмкін емес, қазір маған коллекторлар звондап, тіл тигізеді, маған тіл тигізуге болмайды деген нәрселер көрдім. Әшейін жібере салу керек ғой, кейін Роберт Кийосакидің сөзі есіме түсіп кетеді. Ол да бір 13 миллион ба доллар ма, или 130 миллион доллар ма қарызға кіріп кеткен екен да. И тура осылай интервью беріп отыр да. Біреу сұрап отыр, сіз қарызға кіріп кетіпсіз ғой дейді. Иә дейді, неғып сіз қайғырмай отырсыз десе. Ол менің проблемам емес қой дейді. Ол банктың проблемасы дейді. Қайтарамай жатыр олар менен дейді. Солар ойлансын дейді. Солар переживать етсін дейді. Солар ол қайтарамай жатқан дейді ғой. Теперь это не мои проблемы, это проблемы банка. Это проблема банка дейді. Менің проблемам емес. Мен біреуге ақшамды беріп қайтарамай жатсам мейлеген дейді. Көрдіңдер ме? Бұның бәрі негізі қазір алып қарайтын болсақ, әр жағдайдың әр түрлі қырлары болады. Бір қырдан қарамаңдар деймін да мен. Жан жақтан қараңдар. Маған да сенбеңдер деймін. Мен айтып жатқан нәрсем зеріктеңдер, қараңдар. Мен өзім ешкімді там артымнан ергізіп, ойбай бір движение құрып. Әрдайым айтасыз ғой, зерттеңдер. Зерттеңдер деймін. Наоборот айтамын, кім сен менің артымнан ғана еріңдер дедім ма, ол уже уводит сендерді. Сендер бұл әлемді зерттеу үшін, өз жолдарыңды өздерін табу үшін жаралғасыңдар. Мен сіздерге. Іштен шығып отыр бұл информациялардың бәрі. Егер мен осы қалпымда, осы ішкі күйімді, осылай ұстанымымда егамның ойынына берілмей ұстайтын болсам, 15-20 жыл уже әулелік статус қойдысын. Көрдің бе? Әуле мен просветленный, нұрлану екі бөлек нәрсе. Пробуждение бір этап, одан кейін пробуждениеда темная ночь души өтесің. Тоқтаңыз, мен қазір сіз нұрлану мен әулелік бөлек деп тұрса, мен сонда нұрлануды әулелік деп шатастырып жүр екен. Иә, әулелік ол әулелік это басқа уровень. Әулелік ол былай, мысалы, пробуждениедан өттің, темная ночь души өттің. Ол темная ночь души бағанағы нәрселер болады. Жоғала бастайды. Сол темная ночь душиға тоқтап кетсекші. Қысқа ғана айтып кетіңізші, бағанағы кризистер, иә? Материальный отношения, жаңағы денсаулық кризисында адам осы жерде. Менде ол 7 жыл созылған екен. 7 жылдан даже, так қазір есептейікші, 2019-дан 2019-дан 24-ке дейін қанша жыл? 2019-дан 24, 5 жыл ғой? 5 жыл созылған екен. Сондай ұзақ жүріп қалғансыз, иә, сонда? Иә, темная ночь души затяжной болады кейде, сондай ұзақ болады. Ой, Алланың күшті құдіреті. Көрдің бе, ол жай күресесің ғой, сен жабысасың, ұстанасың, эго жібергісі келмейді, соны көрдің бе? Айтатын проводник болған жоқ, сондай уақытқа дейін созылған. И темная ночь души, бағана айттым ғой, іштеме қызық болмай қалатын, иә, бәрі бар, бірақ ешкім қызық болмай қалады. Ол да, ондай да болады да, ешкім қызық болмай қалады. Өмірдің мәнін жоғалтып қойғандай. Ақша жоғалтпайды, денсаулықтан нормальный.
Олар да өтіп жатыр темная ночь души. Мына кризиспен де өтуге болады. Өткен. Мына жақпен де өтіп жатыр сонда. И темная ночь душиды вообще сезбей қалатын адамдар бар, ол аз адамдар. Өмір бойы қиналып келе жатыр да. Оған мынау темная ночь души әншейін бүйтіп су іше салған сияқты. Иә, сіз маған айтқансыз есімде. Сен темная ночь души деген негізі бар ғой, сіздің арқаңызда сезбей қалдың. Уақытында жолығып ше. Мен айтамын, ол сезбей қалатын адамдар бар. До того темная ночь душидан өтіп қойғанда олар ше. Өмір бойы там закалять етіп тастаған ғой, до того. Қиыншылық көп болғаннан, иә? Балам дейді, мен ондайларды сезем сразу. Сен маған практикаңды ғана берші дейді уже. До того ондай уже мә дейсің ғой, не деген рух мықты да, көрдің ба? Рух горизонтальный ғой, а жан вертикальный, Құдаймен байланысты. Көрдің ба? Бірақ осы темная души этапында да рухты жоғалтып қоятындар бар, иә? Әрине, рухы сынып қалса, адам уже өзіне қол жұмсап қояды. Қол жұмсап қою осы жерде рухтың сынып кетуінен болады екен. Рух деген сол, духовист екесің дейді ғой. Қайтпай қайсар екесің. Духовист деп айтып жатады ғой. Ол горизонтальный, көрдің ба? И вертикальный бір. Ол душа, ол связь болған. Құдаймен байланыс. Душа связь Құдайдың бір болған. бөлігі, ол негізі душа, жан деп жатырмыз ғой, ол негізі оның өзі иллюзия, ол Құдайдың бір бөлігі бұл. Иә, біз айтып жатады ғой, связь со вселенной. Душа сонда осылай тұрған кезде, рух бет. Құдайдың бір бөлігі ғана. Частичка Бога деймін ғой. Әр адамда бар. Сонда темная ночь этапында рухы сынып кеткен жағдайда ол қатты күйзеліс етапы ғой уже, иә? И өмірден кетіп түңіліп әбден уже. Рухы сынады ғой адамның. Ары қарай күресе алмайды. Осы жерде Құдайға жақындау керек та. Ол мына пустотаға шыдай алмай, не істеуі мүмкін, ішіп кетуі мүмкін. Түсіндім, иә. Басқа да жолға салынып кетуі мүмкін, который оны разрушать етіп тастайды да, по кусочкам, сындырып тастайды. Айтып рухы мықты адамдарды негізі іштен ыдыратпаса сындыру қиын. Өзі ыдырап тастайды, арақ іше бастайды, семьясын жоғалтады, бір бөлігі кетті, бір кусогы, бизнесін екінші кусогы кетті, анау ыдырайды ол. Иә, түсініп отырмын. Сол кезде уже смысл қалмай қалады өмірдің мәні. Рух полный сынады. Опора қалмайды. Өткен дінге де сенбейді ол, Құдайға да сенбейді, кітапқа да сенбейді болды. Құдай бар екен сезет, я барсың. Бірақ жақындай алмай жатыр, иә? Я бар екенсің ғой дейді, білем мен, сен всегда барсың. Бірақ Құдайды как тиран ретінде көреді олар. Сен мен сынадың, сен мен жазаладың деген сияқты. Тиран ретінде деген жаңа маған сынақ келді деп тұр ғой. Иә, сен мен сынадың, бірақ түсіндіре алмай жатыр да өзін. Не үшін сынаватсың сен мен деген сияқты. Бірақ ешкім сынап жатқан жоқ та. Ол өз-өзін ғана сондай жағдайға түсіріп тастады. Өз-өзін сынап жатыр. Құдай сені тек жақсы көреді болды. Тек махаббат. Иә, оны оянған кезде ол прекрасно сезінеді. Любой адам маған келген. Оянған кезде ол сезінеді, мә дейді. Өз-өзім сынап жүргенмін ғой дейді. Ешкім мені сынап жатқан жоқ. Любой жағдайдан қазір бар ғой, қандай жағдайдан жүрмесін адам бар ғой. Егер оянатын болса, 2-3 ай ғана оған жеткілікті. Бәрін реттеп алады. Денсаулығында и материалдық жағдайында. Егер шынымен оянатын болса, эгосын ояту емес, өзі оянатын болса, эгосын жоғалтуға дайын болса, екінші орынға түсіруге деп айтайын, жоғалту емес. Сонда Алла ешқандай да сынақ беріп жатқан жоқ қой. Адам бәрін өзі жасап жатыр екен, иә? Бірақ дұрыс түсінбей қалып жатыр да, сынақ деп. Алла, айттым ғой, жүйе құрып қойған. Өзінің жүйесі бар. Божественная система дейді. Алланың өзінің жүйесі бар. Сол жұмыс дейді. Ол әрқайсысын қарап отырып, так, бүгін Лейланы мен сынауым керекпін деп отырған жоқ. Адамзатқа сондай бір мүмкіндік беріп қойғанда, өзінің өмірін өзі жасап кете береді болды. И мен сіздерге айтам ғой, резонанс заңын алып қарайық қазір. Айна заңы деймін да мен оны. Резонанс. Иә, сенің қазір тұрақты ішкі күйіңді қараш, келіп кетер емес. Постоянно тұрақты ішкі күйіңді қазір қараш. Постоянно тұрақты ішкі күйім. Иә. Сол қазір өміріңмен сәйкес па? Менің жағдайымда сәйкес? Иә.
Ол даже миллиметр төменде емес, миллиметр даже жоғарыда емес. Сенің тұрақты ішкі күйің сенің өміріңмен сәйкес. Вот не үшін айтамын, оянған кезде сен бәрі реттеледі деп. Сен как тұрақталасың ғой, күйлерің бәрі тұрақталасың, нейтральный бола бастайды ғой. Сол кезде мен сіздерге айтайын, сенің өміріңде тұрақтала бастайды. Айна заңын қайтарады саған. Немесе екінші варианты бар. Наблюдатель, бақылаушыны оятамыз ғой. Система қалай сбой береді, матрица сбой береді. Иә. Бақылаушыны ояттың. Система қарап тұр саған былай. И сен айтып жатсың да, иә, мен бұл эмоциямды көріп тұрмын, бірақ мен эмоция емеспін. Матрица түсінбейді мына жерде. Лейла қайда? Наблюдатель кім? Кімге не қайтарам? Шатасып кетті. Иә, мен сол үшін айтамын ғой сендерде. Убеждение, подсознание уже жұмыс істемейді оянған адамда деймін. Уже матрица түсінбей жатыр, кімге айна ретінде қайтарып беру, кімге карма қайтару керек, кімге резонанс қайтару керек, күйді қайтару керек. И қайтарайын десе сен наблюдать етіп тұрсың, бақылап. Яғни жерде раздвоение кетті уже. Блин, мына жақта наблюдатель тұр, мына жақта, блин, Лейла тұр. Кто из них кому? Избой матрица. Мощно, иә? Сонда адамдар осы жаңағы сіз айтып отқан Алланың системасын бұзған кезде бізге страдание дейміз, бірақ страдание емес, біз соны просто соблюдать етпей жатырмыз ғой, иә? Иә, түсінбей жатыр да ол системаны. Системаны түсінсе, ақша да келеді, бәрі келеді ғой. Системаны түсіну керек просто. Алланың системасы бар. Ол жерде система наказание емес, ол адам өз-өзіне кармический закон қалай жұмыс істейді, мысалы. Резонанс заңы, полярдық заңдар, дуальдық заңдар бар, ниет заңы бар, шүкіршілік, благодарность дейді, ол заңдар бар, қабылдау, вибрация заңы, көп заңдар бар. Осы әлем ұсталып тұрған. Ақшаға байланысты заңдар бар. Мысалы да, көп адам түсінбейді. Құдай береді ғой дейді. Құдай береді, әрине. Беріп қойған да уже. Сен бірақ просто осы заңдарды ұстан дейді да. Соны ұстана алмай жатқаннан кейін біздің подсознаниедағы убеждениелер автоматты түрде жұмыс жасап жатыр. Конечно, подсознанияда тұрған убеждениялар ол автоматтық түрде көрінбей жұмыс істейді да. Конфликттар тұр саған, ақшаға деген қорқыныштар тұр. Оны мен убеждение емес, ояну көзқарасымен айтатын болсақ, кодтар тұр, код реализации дейді. Записан сен кішкентай кезінде кодировать етіп қойғасын болды. Соны убеждение, психология тілімен айтатын болсақ, убеждение деп айтады да. Ал егер ояну тілімен айтсақ, сен уже закодировансың, сен кішкентай кезінен кодтар тұр, бірақ сен ол кодтарды распознавать ете алмайсың. Матрицада тұр ол қазір. Бірақ ол кодтарды перепрошивать етіп тастауға болады. Или мүлдем алып тастауға болады. Жаңа парақ боласың ғой, өз өміріңді өзің басынан сызып кете бересің. Ояну деген осы. Оянған кезде адам жаңа парақ болып, жаңағы өзі сеніп келген убеждениелер подсознание жұмыс жасамай уже өшеді ғой сонда, иә? Иә, бәрі тоқтайды. Қандай оянған адамда подсознание болмайды. Шынайы оянған адамда. Убеждение болмайды. Күйзеліске түспейді. Түссе де ол нейтрально қарайды бәрі. Күйзеліс бар. Иә, бола берсін. Махаббат та бар. Бола берсін. Мен ол емеспін дейді. Бір күні наблюдательді осы сәт демекші осыны түсіндіріп кетейін. Бір күні мен өзім сезімімді айтайын. Мен әрдайым айтам ғой, сендер әлемде емессіңдер, әлем сендердің іштеріңде деп. Бір күні мен просто осы денені наблюдать етіп көрейінші дедім. Осы бастапқы этаптарда. Араласпайыншы десем, дене өзімен өзі жүр ғой. Азанда тұрды, тісін жуды, барып тамағын ішіп алды же. Иә. Жұмысына барды. Мен таза бір күн наблюдать еттім. Көрейінші деп. Сен өзімен өзі зомби сияқты жүр мына дене ше. Ё-моё деймін ғой, өзіммен өзім страдать етіп жүр екенмін да. Тамағын ішіп алып, біреулермен сөйлесіп жатыр. Ешқандай пландап отқан жоқ, просто наблюдениеда болдым. Таң қалдым ғой. И осы сәтте мен байқадым, өмір сүріп жатқан кезде
сендер қазір осы саналы түрде осы Құдай осы сәтте ғана да здесь и сейчас дейді ғой, в моменте, осы сәтте. Жить в моменте, иә. Қиялда емес, будущийда емес, прошлыйда емес, там өткен шақ, болашақта емес, та осы сәтте ғана Құдай. Осы сәтте өмір сүре бастасаңдар, мен сіздерге айтайын, байқайсыздар мынандай нәрсені. Сен бір орында тұрсың ғой, әлем қозғалып отыр да. Мә деймін ғой. Жолдар өзгеріп отыр, декорация өзгеріп отыр, қалалар өзгеріп отыр ше, а сен бір жердесің. Осы сәтте қаласың. Бірақ бұл түсінік сезім келу үшін де адамның санасы толықтай ояну керек шығар. Оянғаннан кейін мистическая ночь души бар, мистикалық түн. Темная ночь души дедік қой. Мистикалық түн бар, ол жерде Құдайдың концепциясы, түйсігі, иә? Концепция. Замысыл дейді ғой, иә? Құрылымы. Құдайдың құрылымын түсіне бастайсың да. Мен орысша оқыдым да көп, кейбір сөздерді қазақша аудара алмаймын ше. Иә, кейде бір қазақша аударсаң мағынасы күрделеніп кетеді, иә, енді ештеме етпейтін шығар деп ойлаймын. Өзім іштен шығып жатқаннан кейін мына сөздер араласып кетеді иногда. Болады енді ондай. Всему есть место быть. Мистикалық ночь души дегеніңіз ол жаңағы нұрланғаннан кейінгі этап болып тұр ғой, мен жаңа айтып кеттім ғой сізге. Наблюдательдің жоғалуы. Наблюдательдің жоғалуы. Наблюдательдің... Біз темная ночь душида бақылаушыны оятамыз бірінші. Ояттық. Оны потом фиксировать етеміз. Фиксировать деген оны уже бекітеміз. Күнделікті өмірде қосып жүреміз. Уже ол күнделікті, ол бізде бар, постоянно. Бірақ осы мистическая ночь душиға келетін кезде именно осы наблюдатель жоғалады. Наблюдатель жоғалғаннан кейін определенный уақытта сенің эгоң өледі. Өлу ол тақтан түседі. Екінші орынға түсті. Иә, екінші орынға түсті. Ол ощущение өліммен бірдей болады. Өліп баратқан сияқты болсын. Панический атака деп ойлап қалуым мүмкін. Мен вообще өзім айтып едім ғой, басымда ауру бар деп, бір образование болған деп. Мен ойладым, сол қосылып кетті ма деп, скорый шақырайын ба деп. Бәрін нәрселер, көріп тұрған нәрселер жоғалады да, проваливаться ете бастайсың. Пустота полностью. И қайтадан құралады бұл кейін жаңадан. Анау смерть при жизни деп айтып жатқан осы этап екен ғой? Иә, осы этап. Ощущение бірдей болады, өлім. Физикалық дене өліп жатқандай сезім ғой? Мә, кеттім ба деп ойлайсың, бәрі жоғалып жатыр, бәрі кетіп жатыр, бәрі. И қайттан пайда болады. Енді жаңағы бақылаушыны айтып кетіңізші маған, темная ночь души этабын өтіп жатқанда біз бақылаушыны тұрақтандырдық, күнделікті өмірімізде қосып жүрміз. Енді сол бақылаушымен біз қанша уақыт өмір сүреміз, оның да бір уақыты бар болып тұр ғой, белгілі. Әрине, ол адамның өзіне байланысты. Қаншалықты ол дайын, қаншалықты ол оған келді. И қаншалықты эгосы берілмейді ғой осы. Олар ұстайтын тек қана эго мен ой. Осы жерде мен айтам, іздемеңдер, тоқтатыңдар бәрін. Тоққа өмір сүру керек болды. Моментте өмір сүру керек, сол ғана. Мен айтам, ол білімдер шығармайды сендерді. Тек практика, иә? Тек практика шығарады. Тек осы моментте өмір сүре бастайсың болды, осы моментте. Сен просто барсың, бітті. Басқа әңгіме болуы мүмкін емес. Керек емес кітаптар оқып. Кітап ішіңде тұр. Прямые знания деймін. Келесі этапқа өткенде ішіңнен білімдердің бәрі шығады. Өзі түсіндіре алмайсың оны, бар ғой. Мен как будто бір қазір бар ғой, былай ғой. Мына состояниені хотя бір секунд сезінетін болсаңдар, сендерге ешқандай әлемдегі материалдық бір нәрселерде керек болмай қалады. Бәрі сенің ішінде. Қазір бір бал жемеген адамға балдың дәмін түсіндіре алмай отырмын да мен ше. Иә, тек өмір бар, соны сүресің болды. Иә, өмір болды, тоқтатыңдар. Іздеуші кету керек сенің ішінен. Кім іздеп жатыр? Мен іздеп жатырмын. Кім ол мен? Мен Лейла. Вот. Сол Лейланы жоғалту керек бұл жерде. Иә, іздеусін жоғалтасың. Потом ішінде кім қалап отыр? Қайтадан Лейла. Қайтадан Лейла қалап отыр. Кім ожидать етіп отыр? Қайтадан Лейла. Иә, осының үшеуін жоғалтқан кезде былай өтесің ғой.
Сол үшін оны жоғалта алмайсың да, былай бүйтіп жоғалта салатын нәрсе емес қой ол саған. Сол үшін сен тек проживать етесің, іздемейсің да уже ештемені. Өмір бар, өмір сүріп жатсың, моменттесің, бақылаушы бар, ештеме күтіп жатқан жоқсың. Кім күтіп жатыр? Өзіне өзі созып алады да адам, осыны күтеді, ожидать етеді. Қазір бір эгосын оятып алғысы келеді да, эго оянбайды, эго жоғалады бұл жерде, жандарым. Сол сіздерге айтатыным. Слом эго деген осы этап екен. Иә, тақтан түсіру керек оны. Оны тек өмірмен, бақылаумен ғана түсіресің, күреспен емес. Күреспен түсіре алмайсың оны. Иә, күреспен қиын екен, мен қазір жаңа айтып отқанда. Қиын емес, вообще түсіре алмайсың. Түсіре алмайсың, иә, күресіп кетеді екенсің да, и энергияңды босқа шашып тастайсың да, ояну алыстап. Оны просто распознавать ету керек, оны ойынын анықтау керек. Не ойнағың келіп жатыр сен? Мен ойын ойнағың келіп жатыр ма дейсің да, ну давай ойнайық. Мен қарап отырайын, а сен ойна дейсің. Болды, тек өмір сүресің моментте. Осы моментте өмір сүрсең, өз бір күні бақылаушы кетеді, мистикалық түннен өтесің. И мистикалық түннен өткен кезде де ол жерде де пустота болады, серость болады. Бірінші просветлениеға өткенде сендер ойламаңдар, там періштелер түседі, бір шапалақпен сені күтіп алады деп ойлайды да біреу. Өзімде болды ондай. Өзімде сондай ойлағым ғой, мә деймін, ол жерде пустота, айтатын адам жоқ, мә деймін, әйеліме келіп айтамын. Ол вообще бұл теманы білмей жүр, ол сендер қуып кеткенсіңдер дейді. Жарайды дедім. Сендерге кейін келіп айтып едім ғой, 19 наурыз күні бірін наблюдатель кетті қыздар. Бірақ ештеме қандай фанфары, бір салют ештеме атылған жоқ дедім, е. Бірақ мен де ойлап қалдым ғой, сонысы айтып келген кезде, сіздің бойыңызда бір сверхспособность ба, бір нәрсе ашылып кетеді деп ойлап қалдым мен де негізі. Мен өзімде сондай бірдеме күткен екем да, қарап отырмын да. И қараймын, тут пустота. Ешқандай сверхспособность жоқ. Кейін, бірақ қорқудың қажет жоқ. Кейін жаймен, бұл просветление этапы да этаптардан тұрады. Иә, просветление этапы волналардан тұрады. Бұл жерде де сенің мүлдем старый версияң кетті да, жаңа версия әлі құрастырылған жоқ. Новыйсың ғой, листсің сен бұл. И жаймен ішінен прямые знаниялар ояна бастайды. Бір күні сендерге айтып едім ғой, ничего не помню. Басымдағы информациялардың бәрін ұмытып қаламын ғой. Ойлап отырмын, қайда жоғалып кетті бәрі. Ештеме білмеймін, тоже қорқыныш қайтты. Не болды? Пустота, тыныш, бүкіл файлдардың бәрі өшіп қалған сияқты да. Память тазарып жатқан кезде кейін сіздерден уже сұрап, мен қыздар деп сұрақ қойған кезде ғана шығады. Қазірде мысалы Reels немесе бірдеме подкаст түсіретін кезде мен сөйлей алмаймын сен сұрақ қоймасаң. Іштен шыға береді, себебі білім. Өткен қазір ойлап өзің қазір мына нәрселердің бәрін жаттап алуға бола ма? Өз адамдар қазір оянуға жақында қалған адамдар ше, оны сезіп отыр қазір, іштен шығып отыр, болды. Мен бұл теманы вообще бұл жақты білмеген адаммын ғой. Мен тек бизнесте, ішкі істер қызметінде жұмыс атқарғанда, мен психология не екені бар ғой, қазір өзімнің шәкірттерімнен біліп жатырмын. Олар айтады маған, космоэнергетика бар дейді. Ол не ол деймін, ол мынандай нәрсе деп түсіндіреді. Прана деген бар дейді. Ол не нәрсе, ол мынандай нәрсе дейді. Мен қазір ғана біліп отырмын, психологияда бұны былай айтады дейді. Деп қоямын, мен осы өмірімде психологқа барып көрмеген адам. Қазір енді ретритта қазір көптеген психологтар келіп жатыр да. Арасында қарайсың енді. Енді ол да сынап отырған жоқпын, ол да оның жолы ғой. Эголарын оятқысы келеді, бір оянуда бір өзіне бір монетизировать етіп алғысы келеді да, көбісі ше, қазір мына жерде бір информациялар білемін да. И мен осыны ақша табуға қолданам деп отыр. Өзінің жұмысымда пайдаланам деп ойлап қойған. Өткен байқадымда бір-екі ретритта мен адамдардың жылауын естуге келген жоқпын деп психологтар айтып отыр да. Прикинь? Иә, болған ол жағдай. Сен жұмысың сол ғой. Адамдардың ішкі күйін зерттеу, жылауын, не үшін жылап жүр? Жанын зерттеу, психология жанмен жұмыс қой. Олардың да жұмысы осы ғой, жанмен жұмыс жасау. Психология это душология ғой.
Душология. Дұрыс. Психологқа енді адам қиналған кезде барады ғой тоже. Ішкі дүниесін зерттеу керек, көмек беру керек. Мен айтамын да, оянып алсайшы жаным ау. Қандай қасиеттер, ішкі знанияларың оянады. Сен жай психологсың ба, сен мировой психолог боласың уже. Сен кітаптар жасайсың, бір открытиялар жасайсың ғой. Уже адам сезіп тұрады ғой себебі, қандай болмай. Көз көріп тұрады ғой оның бәрін. Точечный удар береді. Омен бүйтіп сеанстар деп отырмайды. Былай дейді болды. Анау бетіне сүйіп, рахметін айтып кетеді. Сонда ол психологта кейбір этаптарда адамдарды оятуы да мүмкін иә сонда? Егер өзі оянып. Қараңдар. Иллюзиядан шығаратын проводниктер аз. Ол мен шындықты айтамын. Болды. Ақиқатты айтасыз. Ақиқат мен көріп тұрам болды. Ар жақта. Құдайдың миссиясын, мировоздание, концепциясын бәрін просто іштен шыға бастайды. И маған ол выгодно болмаса да, маған бір пайдалы болмаса да, мен ақиқатты айтамын. Маған бір ущерб келтірсе де, мен ақиқатты айтамын. Иллюзиядан шығаратын. Себебі жол көрсетушісі ғой. Иллюзиядан шығаратын проводниктер бөлек болады. Мысалы Алтай тоже иллюзиядан шығаратын. Ақиқатты айтады болды. Саған ұнай ма ол, ұнамай ма, ол сенің проблемаң болды. Одан кейін проводниктер бар, психологиялық түрде оятады. Олай да оянады. Проводниктер бар, ясновидение. Проводниктер бар, целитель. Ол бүйтіп адам қолынан ұстайды да, бір жерлерін емдей жібереді. Мысалы, Индияда Амма деген бір сондай проводник бар. Ол адамдарды құшақтаған кезде полный денесіндегі жарасын бәрі судай төгіліп қалады екен. Алтай айтты да. Өзім енді көрген жоқпын. Бірақ ондай адамдар бар ғой әлемде. Түсіндіре алмайсың, бірақ бар. Жаңағы мистикалық тылсым күштер осы болып тұр ғой. Адамды ұстаған кезде емдеп жіберіп, бұрын көп естуші едік қой, бірақ енді сол дамып жатыр ғой. Қазір таңда осы трансформациялық кезең келді қазір эпоха. Қазір көп нәрселер өзгеріп жатыр. Адамдардың қасиеттері оянып жатыр қазір. Шынайы Құдайды іштен сезінсе, бір кітаптардан емес, діннен емес, храмдардан, мешіттерден емес, іште Құдай осыны сезініп, санамен өмір сүретін болса, Құдаймен бірге не бір қасиеттер ашылады. Просто ішіндегі от бағана қайталап айтайын. Кім ол іздеп атқан? Кім қасиетін оятқысы келіп атқан? Осыларды жоғалту керек. Байқап тұрсам. Кім күтіп отыр соның бәрі? Егінің артында кетіп қалып жатырмыз. Соның артында келіп оянам дейді да біреулер. Мен айтамын да, бұл ояну, эгоны ояту емес. Сенің личностіңді ояту емес бұл. Дұрыс түсінбеңдерші деймін. Ояну соларды жоғалту, эгоны тақтан түсіру. Тұлғаны және эгоны тақтан түсіріп. Ой мен эгоны екеуін екі жағына қойып қоясың да көмекші қойып қоясың, болды бітті. Пусть саған служит, қызмет етсін. Керемет. Сонда жить из ясности деген бір сөздер бар еді ғой, осы таза санамен өмір сүру екен ғой, оказывается. Оянып, таза санамен өмір сүріп, тек Алланың территориясында осы сәтте болу. Таза санамен өмір сүру, обратно таки ойға кеп, из ясности деп айтып отырсың ғой. Ой қазір шумет етіп жатыр да, келе береді жақсы жаман ойлар. Енді бақылап, оны екінші орынға түсіргенде ол саған четкий идеялар береді. Вот и соны айтады, жить в ясности. Четкий ойлар, қызметші болған кезде екеуі де саған. Ол ешкімге зиян тигізбейді. Саған да, басқаларға да. Құдай деп те санамайды өзін. Ол так қызмет етеді, қай жерде ақша бар, қандай қасиет бар, қалай дұрыс жұмыс істеу керек, бәрін, кәдімгі помощниктер ғой, ойда из ясности дұрыс нәрселер айтып тұрады саған. Прям четко. Оны ешқалай шатастыра алмайсың сонда, иә? Нет. Сен уже білесің не істеу керек, автоматом істей бересің болды. Спонтанно. Сен даже планировать етпейсің, үйді керек, бүйді жоқ. Четко бәрін придумать етіп қояды сен үшін. И сол үшін өмірің деген там битеп, ағыспен аға бастайды. Нәтижесін Аллаға тапсырып, сенен әрекет болу осы.
сен сезінесің, өмір сен арқылы өз өзін сүре бастайды. Ой, ё-моё, соншама қиналып бірдеме достигать етем деп жүрмін. А что, так можно было, что ли, дейсің ғой. Өмір, бірақ ренжімейсің уже, бәрі жолдарыңа қарайсың да, блин, бұл жолдардың бәрі осыған әкелген екен ғой мен дейсің, мойындайсың. И оны благодарить етесің, алғысыңды айтасың, жібересің. Болды. Қазір өмір қай жерде? Осы сәтте. Болды. Енді жаңағы сіз достигать етем деп жатсыз, достигать ету, мақсат қою, бір нәрсеге жету, оның бәрі сол осы бізге миымызға құйып қойған десем де болады, шаблондар. Социумнан келді ғой, матрицадан, Үйден, тәмен, кішкентай кезден құя бастайды. Мынау дұрыс емес. Сен директор болуың керексің, сен президент болуың керексің, сен ақша көп табуың керексің, ақша көп таппасаң сен ешкімсің деп. А на самом деле сен ешкім болсаң кімсің? Сен бәрісің. Это благословение. Құдайдың саған деген махаббаты ол, наоборот, ешкім болу. Анау өзің қаламаған жұмыс жасатып қою, сол жерде ақша бар, мұғалім бол немесе бухгалтер бол. Саған айтады, бар осындай. Юрист болсаң мықты боласың дейді. Бәрі юрист болып отыр екен дейді. Ақша көп табасың дейді. Болды. Енді мен всегда айтамын да, әке шеше негізі жалпы алатын болсақ, жау ғой. Бірақ в хорошем смысле. Өзінің көзқарасын тықпалайтын ба? В хорошем смысле. Түсіндім. Не үшін? Оған әке шешеге ол өзін ойлап тұр да, бірақ баласын ойлап тұр дейді. Оған не керек? Спокойствие керек. Болды. Тыныштық керек. Оның баласы бір жерде тұрақты жұмысына кірді, бухгалтер ма, юрист болды, или прокурор, полицейский, пожарник бір жерге болды, госслужбаға кірді, ипотекаға үй алды, әйелімен қосылды, сол жерде тыныш өмір сүріп отыр. И шешеге, әкеге тыныш. Айтқандарым болды. Бірдеме познавать етіп, жаңа нәрсе үйреніп, там рисковать етіп, бірақ Құдай тәуекелді жақсы көреді да. Рисқа баратындарды. Соларды жақсы көреді. Виш, әке шеше нені жақсы көреді? Тыныштық. Миым тыныш болса болды. Мынау үйінде отырсын, үйленсін, кредитін алсын, соны төлеп, бір жерде отырсын болды. Анда-санда тойға барып қоямыз, сол жетеді. Сол үшін айтамын да, ол адамның бір арманын орындалуына, бір осы әлемге бір қадам жасауға әке шеше кәдімгідей жау. Ал қазір оның бәрі өзгереді енді. Егер әке шешелер оянып жатса, баласын да Құдайға тапсырады. Болды. Контрольда, қадағалау бәрі кетеді. Балам дейді, бұл сенің өмірің дейді. Араласу жоқ. Сенің әлемің дейді, сенің мемлекетің дейді. Мен сені Құдайға тапсырдым дейді. Енді мен шешенің рөлін шықтым мен ол рөлдан. Сен де өз өміріңді құр, осы әлемге деген өз көзқарасыңды құр, жаным дейді. Болды. Мен тек қана махаббат, сыйластық дейді. Болды. Бақытты бол дейді. Негізгі Алланың құрылымында осындай болу керек еді ғой. Осылай болу керек. Болды. Ұядан ұшырып жіберу керек болды. Маған қазір ғана сондай түсініктер келіп жатыр. Ұяда ұстап отырмау керек, ұшырып жіберу керек. Алланың күшті ғой. Бір табиғаттың заңы бойынша баласында арыстандар да ұстамайды. Точно. Жолбарыстар да ұстамайды. Үйретеді, бәрін көрсетеді, өмірге дайындайды, ары қарай айтады, ушел, давай, сынок дейді. Делай, өзің осы өмірді познавать ет дейді. Яна арыстандар кетеді бүйтіп бөрініп, байқайсың ба? Прайд құрады кей кезде мықты өзі. Күреседі әлеммен. Лидерлар шығады арасынан. Лидерлар шығады. Бажақтар шығады. Қарасай, құстарға дейін кормить етеді, ұя береді, өсіреді. И соны ұшырып жібереді болды. Ары қарай өмір сүрді. Қара әлем солай. Құдайдың құрған, осы әлемге құрған бытиесі солай жұмыс дейді. Жүйесі солай болу керек. Араласпаңдар, құртып аласыңдар деймін. Қазір мына бір сөз популярны болып кетті ғой, сепарация деген. Жіберу ғой. Сонда не
бала кете алмайды екен ата анадан, не ажырату емес па, сепарация деген, сепаратор. Жоқ, ажырату емес, бұл жерде бөлу ғой. Иә, сол жаңа айтып отқан табиғат заңы осылай құрылу керек болған ғой. Мен қазір миым жарылатындай болып отыр. Прям ауызым ашылып қалды деп. Былай қарап тұрсаңыз, действительно Алланың құрылымы бойынша солай болу керек болған, бірақ бізде табиғат бүкіл солай жұмыс істейді. Біз жоқ, эго деген жабысу керек. Анау біз бала емес, өзімізге қызметші өсіріп отырмыз. Ол бізге қарау керек. Меніңке, ол мен жоқ. Қарайтын бала қарайды. Ол қарамайтын бала ол. Сен 1000 жерден былай істесең де қарамайды. Сыйластық болса бәрі болады ғой жалпы. Конечно, сыйластық болады. Бәрі, әркім өзінің өмірі бар. Табиғат солай жұмыс істейді. Сен просто көнесің. Бәрін қабылдайсың. Өмір сүресің. Иә, керемет. Жаңа қыз айтып отқан мистическая нож души деп айтып жатсыз ғой, содан кейін де этаптар болу керек, иә? Әрине, долина смертной тени, предел. Мен енді о жаққа жеткен жоқпын. Білем о жақта қандай екен. Предел деген это вообще жанның уже оралуы ғой. Сен осы әлемде уже жаның Құдайға кет қалады уже. Ол тартып алады, тек дене қалады мына жерде болды. Мына просветление этаптарын бәрін толық білмей о жаққа бірден өту мүмкін емес негізі. И о жақта жынды болып қалуың да мүмкін. Тылсым әлем, иә? Иә, бірден көргендер бар да, редко, бірақ бар. Ол жерде Құдайдың миссиясын сразу көресің ғой. Әлемді, галактиканы бәрін көресің. И сол үшін бұл аузың ашылады да, былай бір столда отырып, қарап отырып қаласың. Қызық емес мына жақта. Сол кезде адам өзін қайттан просветлениеге лақтырып үйрену керек. Лақтырамаса крыша кетіп қалады, шатыр кетеді. Қабылдау психикалық кейін болады. Оянуда ең кайфовый этап просветление. Нұрланған көрсе. Оянудан кейінгі этап. Бірақ әулелікпен қайттан айтам, шатастырып алмаңдар бұл жерде. Просто ағару дейді бұл нұрлану, просветление. Мен өзім шатастырып алып отырмын, мен нұрлану этабын уже әулелік деп қабылдап жүрмін. Әулелік, егер мен осыны ұстап жүрсем, ұстап жүріп, бір бағыттар, адамдарға көмек беріп, бір қасиеттерім ашылып жатса, әулелік этапқа өтем. Бірақ мен қалап тұрған жоқ. Оны ішкі өзімнің жаным қалап тұрған жоқ. Оны ше. Не үшін? Мен артымнан ешкімді ергізгім келіп тұрған жоқ. Мен айтам, мен артымнан ермеңдер. Маған сенбеңдер. Өздеріңізденіңдер. Зерттеп өздеріңізден шығыңдар деп. Оянғысы келген адамға көмек беріп жіберем. Біз байқайсың ба, біз ешкімді зорлап не алмаймыз ғой, давай оян, оянды жоқ. Түсін, зеріктен, керек па, кел. Дайын болсаң кел деп айтамыз ғой. Дайын болсаң кел деп өздеріңді айтасың. Дайын болмасаң ойна әлі біраз. Кеме деймін мен вообще. Өзім сондай запрос тастап қойғам. Мен керек емес адамдарды маған жіберме деймін ғой, болды. Алла тағала. Оны даже мен еще ояну этапында жүрген кезде айтқан естеріңде ме? Есімде. Мен өмірімнен не алам, маған керек емес адамдардың бәрін алып тасташы дедім ғой. Есімде. Майларында бір осы тақырып болған етін аға. Енді келесі практика мощный, көзің жұмды. Қазір болып жатқан проблемаларыңды ойлашы, көр соларды. Бар болса, жалпы көрермендерге де сол ауру болсын, басқа проблемалары болсын. Көр соны, сезін. Солардың бәріне айтшы. Енді менімен бірге Алла де. Мен сендерден қорықпаймын де. Осы уақытқа дейін сен айтып келдің да, Аллам көмек берші деп ше. Енді сен проблемаға айтасың да. Аллаға айтпайсың. Сен онымен мақтанасың қазір. Мақтан айт. Енді менімен бірге Алла. Мен сендерден қорықпаймын де ешқайсың. Басқаша сезім ба? Көзіме жас толып отыр. Вот осындай. Жанның қалауы осы. Жаның қалауы осыны айтқаныңды қалады. Өмір бақи сен құтқаршы деп келдің ғой Алладан.
Енді қазір сен проблемаға тікелей айттың. Менімен бірге Алла. И солай өмір сүр. Сен барсың. Ал Елбамырза, рахмет. Мен негізі біраз сұрақтар дайындап отқан едім. Бірақ сұрақтардың бәрі бір жойылып кеткендей болып қалды қазір. Мына практикадан кейін көзіме жас толып кетті. Вроде күнде айтып жүрген сияқты, бірақ бүгін басқаша түсінік келіп жатыр да. Мына қозғалған тақырыптардың бәріне де бір ми жаратын тақырыптар болды мен үшін. Әр кезде әртүрлі шыға береді бұл іштен. Бұны тыңдай бергің келеді, бұны тыңдай бер, бұл түсіндірме. Сол тыңдап сезініп жатырмын да, содан кейін ба бір тыныштық, сұрақтардың бәрі жойылып кетті. Жаңа сізге мынандай сұрақ қойсам келесі деп, мистикалық ночь душидан кейін мынандай этаптар деп қозғап кетейік деп отыр едім, оның бәрі уже керексіз болып қалғандай болды ма, или жойылып кетті ма, түсіндіре алмай отырмын өзім. Сен барсың, ол болды. Иә. Өмір бар, сен барсың, бәрі бар. Болды. Рахмет сізге бүгінгі сұхбатыңызға. Ал көрермендер, біздің парақшаға тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.